Ne keldingder? Mınau özüңüzdүң alып kел деген сүрөтүңүз. Сендерге кайдагы жок. Шимай шатпакты эмес. Әлемге айгылы суретти алып келиңдер дегем. Сонша тырысып едім. Соткарбайга да унады. Мені алдап сокпакшы болдуңдар ма? Жого, о не дегеніңіз? Қазақстанға барып, мынаны ұрлап әкеліңдер. Сәлем, елдос. Ой, сүп сүйкімді пирамида екен. Шынында да Ахмет беріп жіберді. Хеопс пирамидасын аман алып қалып едік қой. Мынау Хеопс пирамидасының кішкентай түрі. Керемет. Өзің не істеп жатырсың? Пирамида біздің қорғандарымызға ұқсайды деп едің ғой. Иә, қорғандарымыз өте көне. Менің айтайын дегенім де сол. Пирамиданы көріп қайттық. Ал қорғандарымызға барып та көрмедік. Я, шынында да. Ендеше бармаймыз ба? Қорғандарды көріп қайтайық. Не деген әдемі гүлдер. Қарашы. Қайдағы гүл, адасып кеттік. Жол таба алмай келеміз. Құтқарыңдар. Көмектесіңдерші. Адасып кеттік. Карта мен тұзбағдарды ұмытпай алып шық. Алдым. Ақтөстің сүйегін де алдым. Мына тарихи кітапты алып алайын. Ішінде қорғандар туралы көп нәрсе жазылған. Сәлем, достар. О, сәлем, Мицуко. Коничуа, Мицуко, қалайсың? Рахмет, бәрі ойдағыдай. Бір жаққа жиналып жатырсыңдар ма? Қыдырып қайтпақсыңдар ма? Иә, сақ қорғандарына бармақпыз. О, тамаша. Қорғандар жайлы көп оқып едім. Бір көрсем ғой. Ендеше келсеңші, қорғанға бірге барамыз. Иә, осында кел. Шынында да, қазір барамын. Аяжан, компьютерден бағытымызды көріп алайық. Расында да, адасып кетіп, Мицукодан ұят болмасын. Оқысаңшы. Бізге ең жақыны, әрі ең әйгілісі Алматының жанында екен. Ол жаққа қалай баруға болатынын көріп алайық. Мына жерде бейне жазба бар. Қазір көріп алайық. Мынау Соткарбай мен Бубу ғой. Қорғанда не істеп жүр екен? Тезірек қорғанға барайық. Мүмкін емес. Ұшағы оталмай жатыр ғой. Жанармай құюды ұмыт кеткенсің бе? Болды. Құрыдық. Дәуеке бұл жақта қазына көп деп еді. Соны іздеп қайтсақ қайтеді. Бұл жақта не істеп жүр екен? Ұрлайтында ештеңе жоқ қой. Қазір байқайық. Тек бекерден бекер жүрмегені анық. Тоқтаңдар! Не істеп жатырсыңдар? Қорғанды неге қазып жатырсыңдар? Тоқтаңдар! Тоқтаңдар! Қайда барасыңдар?
Артыңыздан қалмайсыңдар. Ештеңе ұрлағымыз жоқ. Ақтөс, құтқар! Берлеміз. Адасып кеттік. Шындарыңды айтыңдар. Мұнда не істеп жүрсіңдер? Айтпасаңдар, кішірейтіп, осында қалдырып кетеміз. Үйлеріңе жаяу жетесіңдер. Жоқ, айтамыз. Дәу қазына әкеп бер деп еді. Қазына іздеп едік. Тек адасып кеттік. Ұшақта от алмай қойды. Сонда қандай қазына іздедіңдер? Қорғанның бар байлығын баяғыда-ақ мұражайға алып кеткен. Бірде-бір алтын қалмады ма? Әрине қалмады. Оқымайсыңдар ма? Енді қайттық. Әй, қарақшылар-ай! Досымызды қарсы алуымыз керек еді. Сендерді әуежайға дейін жеткізіп тастайық. Мицуко, Қазақстанға қош келдің. Сәлем! Алақай, өздеріңді көргеніме қуаныштымын. Ой, қарақшылар, мынау сотқарбай мен бұбу ғой. Мұнда не істеп жүр? Алаңдамай-ақ қой, адасып кетіпті. Ескі қорғандардан қазына іздеген екен. Енді үйлеріңе қайтыңдар. Мына кітапты алыңдар. Онда қорғандар туралы небір деректер бар. Рахмет. Мицуко, бұл әлемге әйгілі қорғандар. Алтын адам да сол жерден табылған. Керемет! Шынымен алтын адам ба? Қорғандарда неше түрлі қазына болды. Кейін бәрін мұражайға жеткізген. Қорғандар тарихи ескерткіш ретінде сақталған. Неге олар сақ қорғандар деп аталады? Кең байтақ жерімізде қазақтардың арғы атасы сақтар өмір сүрген. Олар шетінен мықты, шебер, ақылды да ержүрек батырлар болған. Сақ тайпалары көптеген тарихи ескерткіштер қалдырған. Соның бірі алтын адам. Міне, планшетінде суреттер де бар. Ханзаданың бүкіл киімі алтынмен әшекейленген. Ондай киімді жасап шығу оңай емес. Қанатты тұлпарлар, барыстар, маралдар, қар барысы мен бүркіттер де бар. Керемет! Тамаша! Аралап шығайық. Бұл жақта небір көне қорғандар бар. Әрине! Қазынаны әкелдіңдер ме? Сақ қорғандары да баға жетпес қазына ғой. Тек ол жақта алтын қалмапты. Бәрін мұражайға алып кетіпті. Көзің ашылып қалыпты ғой. Оны қайдан білесің? Аяжан қорғандар туралы кітап беріп еді. Аяжан берді ме? Біз ол жақта адасып кеттік. Байқамай қалдық. Сосын ана Елдос пен Аяжан жол көрсетіп жіберді ме? Яттарың қайда? Әй, ақмақтар-ай!